Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін ақша туралы 8 жалған ақпараттар айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыз. Өмірме көп ақша шақырамын деп неше түрлі әдіс амалдарға жүгінетіндер бүгінде көп. Басым көпшілігіміз ақша десе қорқыныштарымыз бен күдігіміз дайын тұрады. Ақша туралы 8 не бар екен, миф бар екен, соларды айтып көрейін. Ең бірінші, ақша деген еркіндік. Ақшаң болса қалтаңда қалауыңды жаса. Қателесесіз. Ақша деген есеп айырысу құралы бар болғаны. Сіз үшін еркіндік деген не? Қалауыңызды жасау ма? Дәл қазірде қалтаңызда ақша бар. Бәлкім сіз ойлағандай көп емес шығар, бірақ барып факт, дұрыс па? Еркіндік аңсайтын кісендеулі құл емессіз. Аз ақшамен де қалауыңызды іске асыруға мүмкіндік барын жоққа шығармаңыз. Сіз ойлаған, армандаған еркіндіктің атауы ол байлық. Ақшаны қимай жұмсасаң, соншалықты ақша саған қарай тартылады. Ақша есептеу құралы болғандықтан, ол есеп жүргізген адамды жақсы көреді. Кіріс пен шығысынды бақылауда ұстайтын адам ғана қаржысын көбейте алады. Ақшаға деген қимастық сезімі болатындай, ол бала кезден бірге өскен жақын құрбы не топырағы ыстық туған жер емес. Қайталап айтамын, ол сіз бен біз ойлағандай тапқан құрал түрі ғана. Қай жерге ақша жұмсаған дұрыс, ал қайда жұмсамаған абзал, оны шешетін сіз ғана. Дені түзу дүниеге ақшаңызды шығындасаңыз, несіне қынжыласыз? Мынаған жұмса деп ешкім мәжбүрлемейді ғой сізді, дұрыс па? Үшінші, ол мысал үшін ақшалы азамат болған кезде үй көрмей, ұйқы қанбай, терлеп тепшіп жұмыс істеуге дайын бол деген миф бар. Ол дұрыс емес. Байлықтың формуласы бар. Оны төртеу түгел болса төбедегі келеді деп атаймын. Бұл төртеу байлыққа жету формуласы. 4 ресурс: денсаулық, уақыт, қаржылық білім және тәжірибе. Деніңіз сау болса, жалындап тұрған жас болсаңыз, қаржылық білім жинауға ұмтылыңыз. Ашпаған кітабым, бармаған семинарым, оқымаған материалым қалмады деген ой пайда болған сәттен бастап, сол біліміңізді тәжірибеде ұштастырып үйреніңіз. Төртінші, дағдарыс келе жатыр, ақшамыздан айырыламыз, үйімізде береке қашады. Қаржы саласында жүргеніме 30 жылдан асқан. 2008 жылы Қазақстан дағдарыс кезеңін бастан өткергенін білесіздер. Алайда 2008 жылы менің есімде жемісті жыл ретінде қалыпты. Жалпы дағдарыс біреуге қол қусырып отыруға себеп болса, біреулерге үлкен мүмкіндік. Ақшасы барлар сараң, өздерін ғана қамын жейтін өзімшілдер деген миф бар, бұл дұрыс емес. Кезінде құрыш королі Эндрю Карнеги өмірін 2 түрлі кезеңге арнауға уәде етті. Біріншісі байлыққа ұмтылуы, екіншісі сол байлықпен бөлісуі. Бай Карнеги сөзіне берік болды. Жиған терген байлығын қайырымдылыққа жұмсады. Дәулетке, байлыққа кенелу қазаққа ата-бабадан қалған мұра. Бүгінгі таңда капитал жинаудың алғышарты табысы 10% тұрақты түрде жинап отыру. Ал бай болғыңыз келсе 20% жинауға әдетке айналдыру қажет. Қазақ болса табысың 50%-ына тиіспей айналымға енгізумен бағзаманнан келе жатыр. Негізі ақшаңыздың 50%-ны өзіңізге жұмсап, 50%-ны жинасаңыз өте күшті болады. Басты мақсат ұмтыла бастаған дүниелерді еске түсіріп, соларды қайта көруіңіз керек. Ақшасы көптер қорқақ келеді, банкрот болам деп уайым қайғыда жейді. Рас, инвесторлар, қор нарығында бизнес жүрген адамдар бір нәрсе айтқым келеді, ақшадан айырылып қалам деп қорықпау қажет. Алла тағала қаласа, ақша сізде 2, тіпті 3 еселенеді. Алла қаламаса, ойыңыз, ниетіңіз дұрыс болмаса, ол ақша сізде бәрібір тұрақтап қалмайды. Сондықтан басты мәселе іштегі қорқынышты жеңу және қорқыныштың жеңудің алғашқы шарттары Аллаға сену керек. Алла ешкімді бұл өмірде келгеннен кейін нәсібін міндетті түрде беретін болады. Егер де бұл видео сізге ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз.